Сәлем достар! Бүгін біз Данамен бірге сіздерге тағы бір жаттығумен бөлісеміз. Бұл жаттығуды жасау арқылы баланың жылдамдығы артады, назарын тұйықтай алатын болады және кез келген оқудың алдында осы жаттығуды жасаса, баланың зейіні артып және қағылездік деп айтамыз ғой, қағылездік қабілеті арта бастайды. Бұл жаттығудың аты Шульте кестесі деп аталады. 3-3 кестеден бастап 6-6, 8-8 деген сияқты ірі кестелерге дейін апаруға болады. Біз қазір Дананың жасын алаяқтап 1-25-ке дейінгі 5-5 кестені алып пайдаланамыз. Жаттығуды орындау реті қақ ортасына қарап тұрып, көзін бұрмай жан-жаққа басқа сандарды көруге тырысады. Бұны жасау арқылы бала көзінің көру аймағын үлкейтеді, яғни ортасына қарап тұрып, жан-жағындағы сандарды көре алатын деңгейге жетеді. Қазір біз осыны орындаймыз. Уақытты қосамыз және ортасына қарап тұрып, 1-ден бастап 25-ке дейін көрсетіп шығады. Баста. 1-ді көрдім, 2-ні көрдім, 3-ті көрдім, 4-ті көрдім, 5-ті көрдім, 5-ті көріп тұрмын, 6-тыны көрдім, 7-тіні көріп тұрмын, 8-ді көрдім, 9-ды көрдім, 10-ды көрдім, 11-ді көрдім, 12-ні көрдім, 13-ті көріп тұрмын, 14-ті көрдім, 15-ті көрдім, 15-ті көрдім, 15-ті көрдім, 16-ны көрдім, 17-ні көрдім, жоғарыда. 18-ді көрдім, 19-ді көрдім, 20-ны көрдім, 21-ді көрдім, 21-ді көрдім, 21-ді көрдім, Жоғарыда. 22-ні көрдім, 23-ді көрдім, 23 көмінде. 24-ді көрдім, 25-ті көрдім. Болды, аяқталды. Келесі видеоларда біз сіздерге Шульте кестесін тағы да түрлендіріп орындау түрлерін көрсетеміз. Сау болыңыздар.